Тұмар қазақ әйелдерінің сәндік әшекей бұйымдарының бірі. Қазақ халқында тұмарды көз сұқтан, бәле-жаладан сақтайды деп есептеген. Тұмардың тұмарша, қолтықша және бой тұмар деген түрлері бар. Тұмардың мынадай үшбұрыш түрі ол тұмарша деп айтылса, ал мынадай төртбұрыш түрі ол қолтықша деп айтылады. Ал доғал бұрышты болып келген түрлері оларды бой тұмар деп атайды. Әзір мен сіздерге тұмарға байланысты бір аңызды баяндап берейін. Ертеде Мұхаммед пайғамбардың тұсында Тафашат атты бір көзі соқыр сиқыршы әйел болған екен. Ол бір нәрсеге назарын салса, мысалы тасқа назарын салса, тастың өзі өгіліп сынып түседі екен. Кәпірлер сол кезде Мұхаммед пайғамбарымызды мұқалту мақсатында осы аты шулы әйелді оның немерелеріне айдап салады. Тафашат пайғамбарымыздың немерелері Асан мен Үсенге назарын салады. Сол сәтте балалар қалтырап дірілдеп, есінен танып құлап түседі. Бұл пайғамбарымыздың көңіліне ерекше қайғы түсіреді. Осы сәтте Жебірейіл періште бір дұға келеді. Пайғамбарымыз осы дұғаны оқып үшкірген кезде әлгі Тафашат атты көз соқыр сиқыршының сиқыры сынады. Міне сол сәттен бастап пайғамбар осы дұғаны оқып немерелерінің мойнына іліп таққан екен. Аңыздарға сүйенсек, тұмарды бірінші болып пайғамбарымыздың немерелері Асан мен Үсен таққан екен. Тұмар сөзінің мағынасына келетін болсақ, ол туған жер деген мағынаны білдіреді. Ертеде тұмардың ішіне туған жердің топырағы немесе тас қиыршықтарын салады екен. Ондағысы туған жердің топырағы желеп жебесін деген мақсатты білдіреді. Және де балалар мен қыздарға ауыл молдаларына тұмар жазғызып бойдарына тағады екен. Тұмардың бейнесі үй жиһаздарында текемет және кигіз түс кигіздерде де бейнеленген. Ондағы мақсат тіл көзден бәле-жаладан сақтасын деп, осы тұмардың бейнесін үй жиһаздарына және кілемдерге, түс кигіздерге бейнелеп көрсеткен. Қазақ халқында тұмарды дұғалық деп те айтады. Дұғалық дегеніміз ол оқылған дұғаларды осындай тұмардың ішіне шиыршықтап салып қояды. Бұл тұмарлар тек қана жазылған қағаздар ғана емес, туған жердің топырағы, немесе анасының қызына берген орамалы, немесе жолаушылар алысқа кетіп бара жатқан кезде туған жердің топырағынан бір уыс салып, бой тұмардай ұстап, өзімен бірге алып жүреді екен. Бой тұмар адамдарды түрлі жамандықтардан қорғайды. Тұмар ол діни ғұламаларға жазғызып, сосын кейін сыртын былғарымен қаптап, бойға тағып жүргендіктен оны бой тұмар деп атап кеткен. Оның нақты мысалы, ертеде Мұхаммед пайғамбарымыздың артынан еріп жүрген сахабаларымыз әрқайсысы бойларына Фәлақ және Нәс сүрелерін жазғызып, мойындарына іліп тағып жүреді екен. Шындығында бұның сыры Мұхаммед пайғамбарымыз осы бой тұмардың арқасында сиқыршылардың дұғасынан аман-есен қалған екен. Пайғамбарымыз сахабаларына қарап тұрып: «Ей менің сенімді достарым, сендер де абай болыңдар. Мен өзім пайғамбар бола тұра, Фәлақ пен Нәс сүресін оқып, және де Алланың ерекше жәрдемінің арқасында сиқыршылардың дуасынан аман-есен қалдым. Сондықтан сендер әрқашан ауыздарыңнан Фәлақ және Нәс сүрелерін тастамаңдар, немесе бой тұмар етіп тағып жүріңдер» деген екен. Сол сәттен бастап сахабаларымыздың әрқайсысы үнемі тілдерінен Фәлақ және Нәс сүрелерін тастамай, тіпті кейбіреулері осындай бой тұмар ретінде мойындарына сол Фәлақ және Нәс сүрелерін оқытып жазғызып алып, мойындарына іліп тағып жүрген екен. Тұмардың түтікше етіп жасалуы ол оқылған дұғаларды шиыршықтап осындай ішіне салу болса, және бір жағынан олардың мынандай сылдырмақтары
ауру және бәле жаланы үркітіп отырған. Сондықтан да бойтұмарды балаларға және қыздарға тағып жүрген. Тіпті осындай қоңыраулы бойтұмарды кішкентай баланың бойына тағып қою арқылы анасы баласының қай жерде жүргендігін біліп естіп отырған. Ал бойтұмардың мынандай 4-3 түрі, ол қолтықша немесе қолтық тұмар деп те аталады. Бұлар 4-3 түрде жасалып, міне мынандай түрде, мынандай түрі барлығы қолтықша деп аталады. 4-3 түрінде жасалып, іші қуыс болып келеді. Ал оның үстіңгі жағы ашық болады. Ашық болған бұл жерге оқылған дұғаларды салып қояды. Ал екі беті толық өрнектеліп, оюмен және неше түрлі тастар қондырады. Ол тастарды, мысалы үшін, тас демейді, көз деп айтайды. Бұл көздер, мінекей, бұл көздердің барлығы белгілі бір көз сұқтан, бәле жаладан қорғайды. Және оның емдік қасиеті бар. Қазақ халқында бұл көздер сәттілік және байлық әкеледі деген мағынаны білдіреді. Оңтүстік Кореяның астанасы Сеул қаласында өткен ядролық қауіпсіздік жөніндегі жаһандық саммит барысында біздің елбасымыз ақш президенті Барак Обамаға тұмар сыйлайды. Осы арқылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақтың салт дәстүрлеріне деген адалдығын және оны ұстанатындығын аңғаруымызға болады. Сонымен қатар елбасымыз ақш президентіне қасиетті тұмарды сыйлау арқылы халқымыздың дәстүрлерін жаңғыртуға үлес қосты. Және де халқымыздың ғұрып әдеттерін әлемдік деңгейде паш етті деуге болады. Жалпы айтқанда, тұмарлар ежелгі мәдени жәдігерлер ретінде әлі күнге дейін маңызын жоғалтпаған. Біздің Әдемі-ай компаниясы да осындай тұмарлардың сан алуан түрін жаңғыртып шығарып, міне халыққа ұсынып келе жатырмыз.